Ушундай каникулга чыккан кез кыскартып жатыр. Энди шыныкene алтын эмеге Сүлеймен агамыз келип жатыр. Энди мына сиз кечиккен жоксуз ага. Biz просто тойду ерте бастап койдук. Кудайга сизде бир тамаша тилек болсун минекейиңиз. Құрметті ұстаздар, осыдан 20 жыл бітірген мектеп түлектері, менің қымбатты оқушыларым. 1995 жыл мен 8-ші Максим Горький мектебінде істегенде ең алғаш рет мектеп бітіруші түлектерім сендер болыңдар. Соған дейін бірнеше жыл басқа салада жұмыс жасадым. Сендер айрықша қымбатты жүрегімде орын алған оқушыларым деп айта аламын. Бағана да айттым, әрқайсыларың ыстықсыздар, жүректеріңіз жылы екендігін кешеден бері сезіп жатырмын. Енді бүгінгі таңда әрқайсыларыңыз әр жерден Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатсыздар. Бір бастарыңыз екеу болып, екеулеріңіз үшеу, төртеу болып, мына алдарыңызда бүлдіршіндеріміз тұр. Сол отбасыларына келіп қауышып жолдастарымен қуанышты күндері кездескендеріңіз тағы да құтты болсын. Жолдастықтарыңыз, достықтарыңыз әрі қарай жалғасын тапсын. Максим Горький мектебінде осы рәсім бұдан бірнеше жыл бұрын жалғасқан. Сол рәсім жылда сақталып, өз орнын ерекше сақтап келе жатқан үлкен мектеп ордасы деп есептеймін. Міне соның негізін сендер бүгін көрсетіп жатсыңдар. Кеше құрандарыңызды көрдік, құрандарыңыз қабыл болсын. Енді өмірде оқытқан мақсат баламыз бен Айнұр қызымызды көзіміздің алдымызда енді әркімге өлшеп өмір береді. Достарыңыз өмірден кетті, енді қалған өмірлерін, оның отбасы сізде жалғасын табады деп есептеймін. Әрқайсыларыңыздың достықтарыңыз осы 20 жылдан кейін жалғасын тапсын. Бір-біріңізбен қауышқандарыңыз келешекте қуанышқа, өмірде ренішті болады. Сол реніште бір-бірлерінің орындарында бір-бірімен тауып, сіз бедесіп жүріңдер отбасылы жағдайда. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларың аман болсын. Ұстаздардың алдында әр уақытта сіздердің жүректеріңіз, біздің сіздерге деген жүректеріміз, жылы лебіздеріміз, сезімдеріміз әр уақытта өсе берсін, қазақ елі жасай берсін, бүлдіршіндерімді өсіп, отбасылық қауышқан күндеріңіз көбейе берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бәрекелді, мінеке қандай сөз, қандай керемет, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп жатамыз ардақтағы ағайын. Енді шымдеке айтқаныңыз келсін Құда қаласа. Ал енді арман қарай, қос әпкеміз мінеке апалар, сіздердің бір тамаша тілектеріңіз болса. Қойымыз жаңа айтып отыр, мына жігіт дұрыс айтып отыр. Асаба жігіт 45-іміз сөйлей береміз ғой енді біз енді. Сөйлеу енді 21 жыл бойы күтіп отырамыз ғой, осыны сөйлейміз, осындай болады. Талғат келеді, бақыт келеді деп күтіп, сентябрьден бері қарай. Сондықтан жігіттер енді не дейміз біріншіден. Жаңа Сүлеймен ағайларға айтып отыр. Биыл 37 жыл тойланып отыр осы 20 жылдық. Мен 78 жыл институт бітіріп келген кезде Қалжан ағайлар бірінші рет ұйымдастырған екен. Ол кезде Кентауда ешкім ұйымдастырмайтын. Жалпы облыста бірінші болу керек деп ойлаймын, мен Қазақстан демей-ақ қояйын. Ол кезде енді ол кісілердің бәрі кәдімгі, нағыз кәдімгі. Бір класстан 7 медалист шыққан уақыттар болған балалар ғой енді олар. Сонда соның біріншісі жылын көрген жоқпын, мен қазір мен 36, биыл 36-шы рет тойланып отқанын көріп отырмын 20 жылдықтың. Бұл да бір Алланың берген қуаныш шығар бізге.
Ал енді балалар жақсы тілектер көп айтып жатырмыз ғой манадан бері. Енді тілек артық болмас, періштенің құлағына шалынсын. Бір кішкентай ғана әңгіме айтайын. Күлді еврейдің балалары жиналып отыр дейді бір жерде. Бәрі осындай өздерің сияқты бас қосыпты. Сосын айтыпты, әй жігіттер, біздің баяғы Гошамыз қайда деп. Сөйтсе, ой бұл жағдай нашарлап, сөйтіп жүр екен, бизнес жүрмей жатыр екен десе, о деп көрдіңіздер ме? Бәрі жиналып, қой көмектесейік деп, жаңағы Гошаға көмектесіп, бәрі жаңағы бизнесін ары қарай жүргізіп, барын беріп сөйтіпті. Ал енді бір тап осындай жиында кілең қазақтың жігіттер отыр дейді. Ей, баяғы бізбен бір оқыған Сәрсенбайды білесіңдер ме деп айтады дейді. Иә, қайда? Ой, ол ана жерде әкім болып бізде. Ойбай, ол бір әріп қосып оқымай жүретін ғой Сәрсенбай, тұржан болып кетті ғой. Әй, оның үстінен жаршы берейік деп айтады дейді жаңағы. Сондай, сол сияқты енді бұлар кішкентай бір әңгіме ғой. Сондықтан енді қазақпен бірге жүретін дүние ғой. Әлгі атақты қазақтың композиторы Нұрғиса Тілендиевті баяғы Советтер одағында Москваға өмірбаянын жібереді екен жаңағы. Мемлекет сыйлықтың лауреатына ұсынады екен, народный артист сырға ұсынады екен. Барса артынан жаңағы арыз бірге барады екен. Осындай Нұрғиса деп. Сондықтан бұл қазақ енді кішкене енді жақсы қалыппыз ғой, бірақ сондай да кішкене бар да, сөйтіп жаңағы қайтып келеді екен өмірі. Сосын бір күні күйген Қонаев, Тихон Хренихов деген Совет одағының композиторлар одағын 40 жыл басқарған композитор, мықты. Сол бір күні Алматыға келіп қалса, Қонаев күйіп кеткен ғой, шақырыңдар Нұрғисаны деп. Шақырып Нұрғиса келсе, Нұрғиса Тілендиев. Ана Нұрғисаны көргенде Тихон Хренихов таңғалмайтын композитор аузын ашып қалып, это чудо деген екен. Мынау сұмдық қой, мынау адам емес қой, мынау не деген керемет адам деп. Бара салысымен Москваға барғаннан кейін мемлекет сыйлықтың лауреатын берген екен. Сондықтан сол жай адам емес, әкім емес, облыстың басшысы емес, Нұрғиса, қазақтың жалғыз Нұрғисасына да ар жазған қазақпыз ғой енді. Жарайды, енді оны қазақ жамандайын деп жатқан жоқпыз. Мықты халықпыз ғой. Мықтылығын айтайын, осыншама жерді игерген ата-бабаларымызға таңғалмай, қалай таңғалмайсың? Бүкіл Европа, бүкіл ел сыйып кететін жерге. Мықтылығымыз осы мықтылықтарын тұстаңдар, жігіттер. Бір. Екіншіден, жаманат айтып жатырмын ғой әкім Таразидің сөзін. Бір-бірге көмектесіңдер. Қазақи жақсы тәрбие беріңдер балаларыңа. Ол ағылшын үйренсін, орысшаны жақсы білсін, Европаның мәдениетін білсін. Бірақ қазақ болып қалу керек. Сендер әрқайсың солай ойласаң, балаларың қандай болады? 3 тілде, 4 тілде сөйлей берсін, бірақ өз ана тілінде сөйлеп, дүниенің ана тілінде қабылдаған бала, ол өте мейірімді, инабатты, иманды болады. Бұл дүниенің барлығы. Сондықтан да балалар тағы да бір әңгіме айтып, әлі шерін тарқатып алайын. Мынау сопылық өмір дейді мұсылманда. Сопылық өмір деген сөз, тақуалық өмір деген сөз. Басқа ештеңені ойланбайды. Тек қана таза өмір сүріп, дінмен ғана отыратын адамдарды айтады сопылық деп. Соның 6 қасиеті бар екен, ережесі бар екен. Бәрін айтпай қойын енді сендерге тізіп. Соның біреуі кімді сыйлау керек дегенде, білімдіні сыйлау керек дейді екен. Біз енді баяғы Совет одағының моральдық кодексінде жазады ғой, үлкен сыйла, кішіге қамқорлық деп. Жоқ, жалпы исламда білімдіні сыйла дейді, ілімі бар адамды сыйла дейді. Сондықтан сендер сол 6 ереженің, сопылықтың бір ережесін, қасиетін орындап отырсыңдар ғой деп ойлаймын. Яғни білімді, ұстаз мұғалімдеріңді, ол мұғалімнің қандай болғанда да білім сауат бергеннен кейін сендер соны сыйлап, қадірлеп, ортаға шығарып, бізді қолдарыңды қусырып, малыңды сойып, бәр уақытыңды қойып, күтіп атсыңдар. Бұл деген бір тамаша қасиет қой. Бұл тек қана қазақтың балаларында, сендерде, соның ішінде Максим Горький мектебінің түлектерінде ғана болатын қасиет. Сондықтан да балалар, жігіттер, әр уақытта дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Көкіректеріңнен еш уақытта иман кетпесін, тамаша мінездерің кетпесін. Ал енді физиканы оқыған кезде, сабақ бергенінде Талғат мен қатты қуантатын. Иә, физикамды қарсылдат десем шығарып тастайтын. Бақыт қуантатын, қыздар бәрін, сонда бір тақ шіркін-ай осылардай деп армандайтын. Сол арманмен кішкене шәмәл жетпей қалып,
Біраздары сендерді жоғарыдан көрсем деп армандайтын едім. Оған да шүкіршілік, дендерің сау болсын. Бүгін тағы мен қол қуантып отырсыңдар. Сондықтан тек қана сендерге жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Ұзақ ғұмыр өмір сүріңдер. Балаларыңның қызығын көріп, рахатын көріңдер. Рахмет. Bir sabah bitti. Бәрекелді, бесіге сабақ бітті. Молодец. Бақытпен жаңа кім дедіңіз? Талғатқа бесі. Мынау ұстаз еткен жалықпас, үйреткен балаға. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін қатмаламас. Далада деген бірге сіз үшін айтылған сөз сияқты. Бәрекелді, айтқаныңыз келсін, Құда қаласа. Иншаллах. Ал енді мынау Арман Қарай бірге Алай сізден бір жақсы 45 минут болмаса 44 минуттық бір тілек болсын білгейміз. 45 минут сөйлемей қояйын. Мынау бұдан 20 жыл бұрын оқушылар, қазір 20 жылдық мерейтой иелері тойларың құтты болсын. Дендерің сау болсын. Мынау бүгін бізді құрметтеп, дастархан жайып, сыйлап, құрметтеп атқандарыңа көп-көп рахмет. Барлықтарыңа, оттарыңның басына ынтымақ, бірлік тілеймін. Дендеріңе саулық, мынандай отырған бүлдіршін балаларыңның қызығын қызықтап, осылардың да өздеріңдей болып өскенін көрулеріңе жазсын. Барлық жақсылық сендерге тілеймін. Аман болыңдар, сау болыңдар. Ахмет, сіз отпускаға шығып кеткенсіз ғой деймін. Бәрекелді мінекей десе де айтқан біріңізді ортаға еркелі дауы шықты. Челекелі билет қойған менен кетіп бір әуестік болады. Бәкеңді бір айтатын? Құрметті мына ұстаздар, мына рахмет сіздерге. Өстіп сыйлап, бізді құрметтеп келіп отырғандарыңызға. Мына сіздерге де рахмет. Сөзімізді жерге тастамай, осындай жерден әйтеуір келіп отырғандарыңызға. Мына орамал той болмайды, жол болады дейді. Аз ғана сіздерге арналған бір сый сияпатымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Тезек қолданыңыз. Шәкірттердің артынан мінекей сіздерге қабыл алыңыздар. Сырты доллар, іші теңге деп ойлап қалмаңыздар, іші евро. Мында қараңыздар, естелікке бір жақсылап суретке түсейік. Бәрекелді, рахмет. Жайғасыңыздар, қадірменді құрметті ұстаздар, төрлетіңіздер. Жайғасайық. Мінекей, ей, сен адам болмайсың да бұрсады. Сақты тамада болып кетті. Чалфағайын бір ауыз сөз көрмекке жақсылып жатамыз. Десе де мінекей, біріңіз мінекей ұлдарыңыз тамада болсын, Чалфа әр қарына танысын ағайын. Ендеше мінекей Чалфа ел басқаратын азамат болсын дейміз. Ал енді мынау құйылсын ағайын. Алдарыңыз аз қойдық, екі қолды бос қойдық дейміз ағайын. Ендеше мына той күн айтқан аң жақсы, әнмен атқан таң жақсы. Көңілетіп көңілді, ау ағайын, көтерек көңіл деп, ауыздарыңыз дәмде болса, құлақтарыңыз бір тамаша айтылатын өнде болсын, алдарыңызда айжан қыздарыңыздың орнында бір тамаша ән болсын ағайын. Кешір құрметті достар, тойларыңыз той болсын. Әлімбай Ботағараның әні көктем, сіздердің құрметтеріңізге қайнатыңыздар. Жадырай күліп көкте күн, оралды қайта көктемі.
үйлөнүү той. Свадьба болды, соған барған ғой. 1000 адамдық. Сонда мына Шымкентте бір керемет әнші қыз келді. Ортаға шығып, Шамшы Қалдаяқовтың Арыс жағасында деген әнін айтты қайын. Сол әннің құдіреті болар, ортаға шығып, осына жаңа ортаға шығарған билеген ағалар, әпкелер сияқты ортаға шығып биледі. Сол әннің биінің құдіреті шығып, бәрі ортаға шығып билеп еді, билеп жатырып, андай төрде отырған бір 80-ге келген апам қарап отырып айтты ғой, енді білдім ғой, кімнің кіммен жүретінін деді ғой. Сол жақты мынау әнде ағайын, ән билеп ортаға шығып билеуге рұқсат ағайын. Бүгін үлкен қуаныш, үлкен мереке. Ендеше мынау әр әннен кейін билеуге рұқсат етеміз. Мынау құрметті қадірменді ұстаздар, жалпы деген түлектер дейміз. Ал енді мынау жалғыздық ағайын Құдайға жарасқан дейміз. Енді мынау бүгінгі осы номер 8-ші Максим Горький атындағы мектептің 95-ші жылы бітірген түлектерінің мерекелік 20 жылдық бас қосуын ағайын мен жалғыз келген жоқпын. Енді бір жақсылап шапалақ ұрсаңыздар, менің қасымда бір емес екінші асабы бар. Енді бір қошемет, құрмет көрсетпесеңіздер, ол шықпайды. Өйткені алдырыңызда Серіктей мырза жігітке бір шапалақ ұрыңыздар жағайын. Серік! Мистер Серік! Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Біріншіден амандасып алайық. Армысыздар, ауылыңның асылдары, жайнасын көңілдердің жасыл бағы. Сіздер үшін мінекей кең дастархан, сіздер үшін хош кеш шашулары. Ақталсын ағарманның үміттері, қашан көрсең жүретігім күліптегі. Қалмалаған ағайын аманбысың бүгінгі кештің. Ұстаздары мен түлектерді бұл шапалақ ұрайықшы кәнекей. Музыка рахмет. Мына шапалаққа мен негізі шықпайтын едім, бір қаттығып шапалақ ұрайықшы, бір аямайды. Ой, бәрекелді. Мынау жаңа Ержан бауырым айтпақшы, ұстаздық етсең жалықпай үйретуге балаға деп, Арман қарай мен көп сөйлемей, ортаға тағы да бір топ қауым, ұстаздар қауымын ортаға шақырып, бір топ тілек тыңдасақ, яғни атап айтсақ, жас көңілдер шайнасын, шешен тілдер сайрасын. Бүгінгі кереметте кешімізге кеп отырған ұстаздарым қайдасын деп, Афсаттар ағайымыз бастаса, Майра апайымыз ортаға келсе, және де ол кісілердің жанына Ертай ағай, Мұхтар ағайымыз, және де Қазақбай ағайымыз келе берсе, мен атын атай беремін, және де Сейсенкүл апайымыз, Асия апайымыз, Ырысты апайымыз, Бейсенкүл апайымыз, кәнекей, бар ғой, кәне асабаның алтын ордасына келсеңіздер, бүгінгі түлектеріңізге керемет ақ тілектеріңізді айтып берсеңіздер, кәнекей, кеңіздер. Жүрегім менің жайнап кетті, керемет мынандай түлектерді көрген кезде, тілім менің тоқтамай сайрап кетті. Ал ағайын ортаға ұстаздар шықты ғой, осындайда ұратын шапалақтарыңыз қайда кетті десең, Ай, бәрекелді. Кәнеке, ақ тілек, қайсымыз бастаймыз? Ал құрметті түлектер, мына тойларыңыз құтты болсын. Үйлеріңіз қуаныш береке болсын. Мына ауылдардың сағынып, ағай тұсқан, өзің өскен жерлерге тағзым жасағандарға және құтты болсын. Өсіп өтіңдер, жамандық көрмеңдер. Денсаулықтары мықты болсын. Мына достарым жалғаса берсін. Әр уақытта кең дастарханда бастарыңыз жақсылық бола берсін. Осындайда шапалақ ұрған адамның үйіне Аллах нұр түссін. Ұрмай ерініп қош келесі тілекке ұрам деп отқан адам үйіне отырыстан кейін ұр түссін. Құдай сақтасын, барлығымыз шапалақ ұрып, ұр түспей, Аллахның нұры түсе берсін. Кәнеге арман қарай жалғастырса. Құрметті ұстаздар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Шәкірттер 20 жылдық кездесулерің жалғаса берсін, тойға той ұлассын. Дастархандарың жақсылыққа жайылсын, берекелі, жемісті болыңдар. Мына 20 жылдық тойларың ары қарай Құда жек жат
берсін. Жаңа бір өлең бар ғой айтатындай, бір ауыз. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келесің, 20 жылдық тойыңа. Дегендей, 20 жылдық той 30 жыл болсын, 40 жыл болсын, сөйтіп жалғаса берсін. Не деген шапалақ! Мына құрметті 20 жылдық түлектер, мына алдымызда үлкен кісілер айтып жатыр жақсы тілектерді. Енді солардың бәрі персия құлағына салынсын. Мына енді күйеу балалар бар, келіндер бар. Осындай да танысып, жаңағы семьялық дос болып кетіп жатыр ғой. Сол сияқты достықтарың берік болсын. Мынау жаңа Сүлеймен ағайлардың айтқандай, 5-6 класста менде класс жетекші болған едім бұл балаларға. Сөйтіп енді кеше Абзал айтқан кезде сендердің 20 жылдықтарың бар еді ғой. Сол сияқты дендерің сау болып, жаңағы Асия апай айтқандай 30-40 жылдық болып, жаңа құда жекжат болып жүре беріңдер. Тойларың той қаласын. Кешіріңіздер, мен сөйлейін деген жоқпын, бірақ сөздеріме тірілтейін дедім. Расында біздің мұғаліміміз болды бұл кісі, 2 жыл, одан кейін Мұхтар ағай болды 1 жыл. Расында екеуінің орны бөлекше. Жоқ. Сәке дайын алақсаға дегенсің ғой сонда. 9-да дайын барға деген көрсіздерге онда. Ал мен айтатын болсам, Қазақбай, Мұхтар, менің оқушыларым. Мен келген жыл мектепте 5-ші класста оқитын. Ал айтпесе, қартаймағанда не алды? Жемісін көріп отыр. Тағы айтайын деген, барлықтарыңызды құрметтейміз, сыйлаймыз. Бірақ осы 3 мұғалімнің орны ерекше деп айтсам болады. Өйткені біздің ең жақсы көретін сабағымыз не сабақ еді? Айтыңдаршы. Дышы. Ол дышы десек, ол анау күн сабақтың бәрін қоясам, дышыға қарай, оны 5 минут беременде бізге анау демалысқа біз 5 минут беременде, 5 минут беременде біз шешініп үлгеріп, ана жерде сабақтың үлкеше мойнайын оған көріп тұратынбыз. Ол орны бөлекше. Қазақбай ағайды қатты құрметтейміз, не құрметтейміз? Бірақ қатты қорқатындығымыз сол жерде қатты құрметтейтіндігіміз. О кісі деген бүйтіп қарағаннан бәріміз жоқпыз. Ешқандай кінәсам бәріміз түгелімен. Маңдайда шағын кісінде болды. Класста тек қана нең дауыс шығады. Шыбының ғана дауыс шығады, шықса болас деген болды. Оның орны бөлекше, бәрі міне бүгін қарасаң, оның бәрі ертегі сияқты көрінеді. Міне осының бәрі құрмет. Ал арғалай сөз өздеріңізде. Ырысап айымыздың да орны өте ерекше. Әрбесінің орны бөлек. Айта берсек, бір жырау тарих болады. Оны жазсақ, әрбесінің орны бөлекше. Ал не деймін, біріншіден 20 жылдықтар құтты болсын. Ең бірінші тілерім дендерің сау болсын барлықтарың. Мына сендер әр жылы 20 жылдық келген сайын біз мынау 10 жасқа жасап тұрамыз. Мына бәріңнің түгел келгендеріңді көріп, кешеден бері өзіміз 10 жасқа жасардық десек те болады. Бізді осынша кешеден бері сыйлап жатсыңдар. Осының барлығы сендерге Құдайдан нұр болып жаусын. Дендерің сау болсын, жиған тергендерің барлығы тек қана жақсылықтарыңа шашылсын. Сендерге тағы бір тілерім, осы көздерің түгел, Құдай 40 жылдыққа түгел келуді жазсын барлықтарыңа. Дендерің сау болсын, қайда жүрсеңдерді аман болып, биік шыңнан көріне беріңдер. Өзің болдың арманым, үміт жібін жалғадым, көрдіңіз ба Ырысбай? Сіз тілек айтқанда ешкім шапалақ ұрмай қалды. Ай, бәрекелді. Арман қараш тілек жалғастырсам. Мына апайлар, ағайлар, мен 5-те берген, мен 6 сыныпта берген, мен партаға алаш отырғызған ұстаз екенмін. Оны жаңа Жанар айтады, сіз даярлық сыныпта беріп едіңіз ғой дейді. Рахмет, елеп ескеріп шақырғандарыңа. Мына бүгінгі қуанышты күндерің құтты болсын, дендерің сау болсын. Мына 37 жыл бойы келе жатқан дәстүрді жалғастырып жатқандарың, сендердің осы ұйымшылдықтарыңның арқасы. Әрі мына бала шағаларыңды 20 жылда бір апарып, Әшсай ауылын көрсетіп отырғандарында ерлік. Ауылға іштен